Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі тақырып Мадина Сәдуақасова. Оны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар достар. Ал кеттік. Әнші Мадина Сәдуақасова желіде демалысынан сурет жариялап, өзінің макияжсыз түрін көрсетті. Желі қолданушылар өнер иесінің табиғи сұлулығына тәнті болды. Оған жылы лебіздерін білдірді. Мадина ханым отбасымен біріккен Араб әмірліктерімен демалып жатыр. Эстрада жұлдызы сансыз гастрольде сапарлардан кейін жанұясына уақыт өткізуді жөн көрген. Бұл саяхат кезінде әнші Абу-Даби қаласының әсем жерлерін ғана емес, өзінің табиғи сұлулығын да паш еткен. Ол Инстаграм парақшасына бояусыз түскен суретін жариялап, елдің ыстық ықыласына ие болды. Тек татуаж құртып тұр, бәрі өзімдікі деп жазайын десем, деді Мадина ханым. Желі қолданушылар өнер иесіне пікірлерін жазды. Мадина ханым, сіз жас бойжеткендейсіз. Мадина ханым, сіз макияжсыз өте жас көрінесіз. Мадина ханым, сіз басқа әншілерге қарағанда табиғи сұлусыз, басқалар бояумен сұлу болып жүр деген пікірлер жазған болатын. Достар, бүгін мен үшін ерекше күн. Біріншіден әрине мен туған күнім. Құттықтауларыңызды қабылдап жатырмын, рахмет. Ал енді өз-өзіме бір туған күнімде сыйлық жасайтыным бар. Осы жолы да сол дәстүрді бұзған жоқпын. Туған күніме әдемі Алматы қаласының керемет районында сүп-сүйкімді әп-әдемі үй сатып алдым, пәтер. Ал сол үйді маған алуға көмектескен Кубик Групп компаниясының барша қызметкерлеріне алғысымды білдіргім келеді. Көп рахмет жігіттер, қыздар. Баршаңызға сәлем, құрметті, сүйікті менің оқырмандарым, достар. Бүгін менің туған күнім. Түнгі сағат 12-ден бастап құттықтаулар келіп жатыр сіздерден. Көп рахмет. Қоңырау шалып жатсыздар, SMS жолдап жатсыздар, Дайрект, Инстаграм, Фейсбук, журналистер құттықтап жатыр. Көп рахмет. Биылғы туған күн мен үшін ерекше. Біздер жаңа пәтерде, мінекей өздеріңіз көріп тұрсыздар, әлі ештеңе жоқ. Жаңа пәтерде қарсы алып жатырмыз. Күн әлі тал түс болса да, сіздердің сыйлықтарыңыз, гүлдеріңіз мінекей үйге келіп атыр. Қазір кішігірім анпакинг жасайым. Көп рахмет. Ең бірінші құттықтау әрине мама папамнан келді. Мама звондап құттықтады папа екеу. Ал содан кейін Олжас пен Әнуар роза гүлімен шар, розовый шар, және балам панда сыйлады мен балам. Жаным, рахмет менің жаным. Және де сол көйлекке под цвет роза гүлдер. 101 роза деймін. Рахмет, Аза. Рахмет, жаным. Так, иди арттан неге көрейік. Кім жібергенімді салайын. Конфеты. Тәттілер ау деймін. Қызыл болатыр, бәрі қызыл. Әйдерді. Шай, күшті шай негізі. Өзіме ұнайды. Аға бір қызыл не дейді? Мынаның ішінде не? Кім біледі? Луи Витонға махаббатымыз ерекше. Так, немножко неудобно. Так, негізі мен анпакинг жасай алмайтын адам, мен негізі үйрену керек осыны бар ғой.
ламеровый вещи, ламерный заттары. Рахмет, Мира. Конечно. Супер кушон. Соңғы тренд. Yes room. Енді менде де бар. Мираш, рахмет жаным, рахмет.